Өз елінің патриоты болу, өзінің адамгершілігін сезінген және абыройы бар кез келген адам үшін әрқашан үлкен құрмет. Әрбір қазақстандық үшін патриотизм мемлекеттің ұлттық стратегиясының бір бөлігі және оның негіздерінің бірі туған жерге деген сүйіспеншілікте қаланады. Халықтың бірлігі, еліміздің даму идеяларына деген шынайы сенім қоғам мен прогресті шоғырландырудың қуаты іргетасы болып табылады. 2017 жылдың сәуір айында қазақстандықтардың рухани құндылықтарының жандануына бағытталған бәсекеге қабілеттілікті, білімнің салтанат құруын және сананың ашықтығын арттыруға бағытталған рухани жаңғыру бағдарламасы қабылданды. Бұл қасиеттер қазіргі заманғы қазақстандықтың негізгі бағдарына айналуға тиіс. Рухани жаңғыру бағдарламасының басымдығы халқымыздың рухани жаңғыруы болып табылады. Қоғамды жаңғырту миссиясы азаматтардың санасында аса маңызды адами қасиеттер мен рухани құндылықтарды жаңарту және дамыту болып табылады. 2022 жылдың сәуір айында рухани жаңғыру бағдарламасының жүзеге асырылуына 5 жыл толады. Осы қысқа мерзім ішінде Алматы қаласының меценаттары, демеушілері инфрақұрылымды жақсарту және халықты қолдау үшін қанша үлкен және игі істер жасады. 5 жыл ішінде Алматыда қалалықтарды, оның ішінде жастарды, қоғамдық пікір көшбасшыларын барынша тарта отырып, көптеген жобалар, іс-шаралар іске асырылды. Патриотизм бұл туған өлкеге, оның тарихына, мәдениеті мен тұрмысына деген мақтаныш, сүйіспеншілік пен адалдықтың өшпейтін алауы. Бағдарламаның маңызды арнайы жобаларының бірі қайырымдылық мәдениетін дамытуға, шынайы патриотизм сезімін тәрбиелеуге, азаматтарды туған қаласын дамытуға тартуға, сондай-ақ әлеуметтік мәселелерді шешуге бағытталған туған жер болып табылады. Жүректері жылуға толы және туған қаласының дамуы мен гүлденуіне қатысуға деген шынайы ықыласы бар адамдар тұрады. Жомарт жүрек жыл сайынғы қайырымдылық сыйлығы. Оның мақсаты қайырымдылық саласында елеулі қызмет атқаратын ұйымдар мен жеке тұлғаларды анықтау, тану және ынталандыру. Біздің компания қалаға көмектесуге, қала құрылысына өз үлесін қосуға әрқашан дайын. Біздің компания мұның бәрін шын жүректен жасайды. Мұның бәрі біздің жас ұрпағымыздың болашағы үшін жасалады. Қайырымдылық жасаудың әртүрлі жолдары бар. Бірі рухани жаңаға қолдау, екінші материалдық. Енді осы екі рухани мен материалдықтың бір ұштастырсаңыз, онда ол білімге келеді. Домбыра ортағын ашу себебінің де осы мақсаты сол. Білім арқылы балаларға біздің ұлттық құндылығымыздың бірі домбыра, қасиетті домбыраны үйретіп, болашақ ұрпаққа аманаттау. Біздің ұрпақтарымыз, біздің кейбір ағаларымыздың осы жұмыстар қарап, елге деген, халыққа деген өзінің жүректердегі бір мехір ойғанып, халқымызға осылай жақсылық жасайтын болса, көп жетістікке жетеміз. Ірі әлеуметтік жобаларды жүзеге асырғаны үшін меценаттық Жомарт жүрек сыйлығымен қала тұрғындары марапатталды. Сыйлықтың барлық лауреаттары әртүрлі, бірақ оларды бір нәрсе біріктіреді. Туған қаласына әлеуметтік нысандар, спорт, балалар алаңдарын салуда әрдайым қолдау көрсетуге, сондай-ақ мұқтаж адамдарға көмек көрсетуге деген ұмтылыс. Адамдар жақсы мақсатпен біріккен кезде кез келген мәселені шешуге болады. Көмектесуге деген ықылас әрқашан шын жүректен шығады. Әрқайсымыздың көмегіміз еліміздің болашағына инвестиция болсын. Оның нәтижесі миллиондаған адамдарды шаттыққа бөлесін.